Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 85-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгін біз зат есімнің, яғни тәуелді зат есімдерінің септелуін өтетін боламыз. Құстар туралы не білемін деген тақырыпты өтеміз. Бірінші тапсырма тыңдау барысында мәтіннің негізгі тұстарын тірек сөздермен белгіле дейді. Қарлығаш ұя жасаудың шебері. Олар ұясын саз балшықтан өріп жасайды. Ұясын жартастың қуыстарына, су жағасындағы жарларға, үйлердің бұрыштарына салады. Үйлердің іші сыртына салынған ұяларды қазақтар бұзбайды. Оны ырымдап жақсылыққа, жайлылыққа балайды. Ұясы бұзылмай тұрса, қарлығаштар келесі жылы да келіп, сол ұяға мекендейді. Белгіленген тірек сөздер арқылы мәтін мазмұнына бір-біріне айтып беріңдер. Тірек сөздер қатарын толықтырып, мен адамның досымын деген тақырыпта монолог құрап жаз. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің тәуелденуі зат есім екенін дәлелдеп көр. Бұл жерден біз адамның досы, ұя жасаудан шебер, үйіне қайта оралады деген тірек сөздерді ала аламыз. Енді қарлығаш өте киелі құс. Қарлығаш ұяны саз балшықтан сілекеймен араластырып, жартастың қуысына, су маңындағы жарларға, үй қабырғаның бұрышына, ішіне сыртына өріп сала береді. Егер ұясы бұзылмаса, келесі жылы қайта келеді деп мазмұндап берсек болады осы сөздермен. Саз балшықтан деген жерде з орнына л әрпі жазылып кетіпті. Қатені түзеп көшіріп алыңдар. Ал тірек сөздерді толықтыру арқылы монолог құрайтын болсақ, мен адамның досымын. Мен адамның досы қарлығашпын. Менің тұмсығым қысқа, қанатым ұзын, айыр құйрықты құспын. Мен тамағымды ұшып жүріп ұстаймын. Адам баласына жанашыр, жақсылық әкелетін құспын деп жазсақ болады. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер ұясын, қуыстарына, бұрыштарына, ұясы деген сөздер. Бұлардың тәуелді болып тұру себебі алдындағы, яғни сөзге тәуелді болып тұр. Яғни бірінші, екінші, үшінші жақта бұлар кімнің, ненің деген сөздердің жауап беретін сұрақтарға, яғни сөздерге тәуелді болып тұр. Қарлығаштың ұясын, кімнің ұясын, жартастың қуыстарына, ненің қуыстарына, үйлердің бұрыштарына, ненің бұрыштарына деген сияқты тәуелденіп тұр. Келесі екі сөйлемдерді көшіріп жаз. Қарлығаш төбеде қонақтап отыр. Ол ұясын үйдің төбесіне салады. Жұмыртқаны тоңазытқышта сақтайды. Көкек жұмыртқасын кез келген торғайдың ұясына тастап кетеді. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Торғай ұясында қонақтап отыр. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Олардың қай септікте тұрғанын айт. Не байқадың? Қарамен жазылған сөздер төбеде, төбесіне, жұмыртқаны, жұмыртқасын, ұяда, ұясында. Бұл жерде төбеде сөзі жатыс септікке, яғни жатыс септік болып тұр. Төбе деген сөзден зат есімнен туындап тұр. Ал төбеде неде деген сұраққа жауап беріп, тұрлаусыз мүшенің қызметінде жатыс септікте тұр. Ал төбесіне деген сөзде бұл барыс септікте тұр. Қайда деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұл жердегі айырмашылығы бұл тәуелді зат есімнің, яғни тәуелдеулі жалғану арқылы болып тұр. Несіне, төбесіне, яғни бір нәрсенің төбесіне, жұмыртқаны жұмыртқасына. Жұмыртқа тәуелсіз, яғни табыс септікте тұрса, нені деген сұраққа жауап беріп, жұмыртқасын деген сөз табыс септікте тұр, бірақ ненің жұмыртқасын, яғни бұл да тәуелді зат есім, тәуелді септеліп тұр. Ұяда тәуелсіз, ұясында тәуелді, яғни септелген сөздерге жатады. Түсінікті болса, келесі жаттығуға көшеміз. Зат есімнің жай түрі мен тәуелдеулі түрінің септелуін салыстырып оқы дейді. Бірінші, екінші, үшінші жақтағы тәуелдеулі сөздің септелуіне қандай ерекшелік барын байқа. Тәуелденіп, септелгенде қай септіктердің жалғаулары өзгереді. Оларда жеке жаз, септік жалғауларының астын сыз дейді. Бізде яғни әже, әжем, әжең, әжесі, құс, құсым, құсың, құсы. Осы сияқты, яғни тәуелдеулі зат есімге қосылғанда кейбір септіктерде жалғаулары өзгереді екен, соны байқаймыз.
ал кейбіреулерде жалғау болмайтын септіктерге жалғау қосылады, және де тәуелдік жалғау, яғни тәуелдеулі септелген жағдайда кейбір септіктерде тәуелдік жалғау барысында жалғаулар өзгермейді, сол қалпы қалады, ал кейбіреулерінде өзгеріске ұшырайды. Ал үлгі бойынша өзгеріске ұшыраған септік жалғауларын мысал етіп көрсетіп өтейік. Бұл жерде яғни үлгіде барыс септігі көрсетілген, яғни барыс септігінің негізгі жалғаулары ға, ге, қа, ке болса, бұл жерде ме, не деген сияқты жалғауға өзгерген, иә? Ал біздің тапқан екі септігіміз атау және табыс септігіндегі сөздер. Бұларда да жалғауларында өзгеріс болып тұр. Мысалы, атау септігін алатын болсақ, атау септігіне негізінен ешқандай жалғау жалғанбауы керек. Бұл жерде бірақ әжем, әжең, әжесі, құсым, құсың, құсы, яғни деген сияқты жалғаулар жалғанып тұр. Ал табыс септігінде әжемді, әжеңді, яғни құсымды, құсыңды бірінші, екінші жақта тәуелдену барысында ешқандай жалғау өзгермеген, ал үшінші жақта әжесің, құсың деп тәуелдік жалғану арқылы жалғау өзгеріп кеткен. Яғни бұл мысалдар арқылы біз тәуелдік жалғау барысында барлығында емес, тек бір жағында ғана жалғаулар өзгеру мүмкін жағдайлар кездеседі екен. Тәуелдеулі зат есімдердің септелуінде ерекшеліктер болады. Бірінші, екінші жақ тәуелдеулі зат есімдерге барыс септік жалғаулары а, е түрінде жалғанады екен. Енді осыны ережені пайдалана отырып, төртінші жаттығу берілген сөздерді барыс септігіне қойып жаз дейді. Яғни сөздер берілген: інім, дәптерім, әкем, оған е сөзін қосылады, ал атам, ұлым, досым дегенге а әрпі қосылады. Осы сөздерді қатыстырып сөйлем құра дейді. Бізде бұл сөздер барыс септігінде ініме, дәптеріме, әкеме, атама, ұлыма, досыма деп сөздер шығады екен. Енді сөйлемдер құрайық. Әкем бүгін ініме кімге? Атқа мінуді үйретті. Мен досыма ризамын. Мен кімге ризамын? Досыма ризамын. Атама бестік бағамды көрсеттім. Кімге көрсеттім? Атама көрсеттім. Апай дәптеріме тәнті болды. Апай неге тәнті болды дәптеріме? Кейін ұлыма жақсы тәрбие беремін. Кімге беремін? Ұлыма. Мен әкеме мал қарасып көмектесем. Мен кімге көмектесем? Әкеме көмектесем. Яғни дәл осы сөздерді қатыстыру арқылы басқа да сөйлемдер құрауға болады. Сабақ түсінікті болса, келесі жаттығу. Берілген сөздерді септе. Қанатты достар, қанатты достарым. Бұл сөздердің септелуін салыстырып, қандай айырмашылық барын айт. Сыныпта құстар біздің досымыз тақырыбына жарнама жазудан сайыс өтіп жаздыр. Сен тілші ретінде әр топтан репортаж ал. Ол үшін төмендегі сұрақтарды толықтырып компьютерде тер дейді. Бірінші, яғни қанатты достар дегенді септейтін болсақ, қанатты достар, ілік септігі қанатты достардың, барыс септігі қанатты достарға, қанатты достарды, қанатты достарда, қанатты достардан және қанатты достармен деп септеледі. Ал екінші, тәуелдік жалғанған, яғни сөзді септейтін болса, қанатты достарым, қанатты достарымның, қанатты достарыма, қанатты достарымды, қанатты достарымда, қанатты достарымнан, қанатты достарыммен деген сөздер шығады. Бұл жерлерде яғни тәуелді зат есім болғандықтан кейбір септіктердің жалғауы өзгеріп кетіп тұр. Айырмашылығы сода. Ал репортажға келетін болсақ, мынандай сұрақтар қойсақ болады. Жарнамада тақырып толық ашылған ба? Топтың жарнамасында құстарды қорғау мәселесі қарастырылған ба? Топтың жарнамасы бірінші орынға лайық па? Басқалардан бұл жарнаманың ерекшелігі неде? Құстардың бәрі адамның досыма деген, иә? Соңғы жаттығу бізде жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Күндіз төбеңе шығады, күнде шегеге шығады. Барыс септігіндегі сөздерді тауып өзара салыстыр, жалғауларының әртүрлі болу себебін түсіндір дейді. Бізде жұмбақтың жауабы бөрік болмаса бас киім десек те болады. Себебі
біздің күндіз төбемізде жүреді да, басымызда жүреді да, ал түнде біз оны шешіп шегеге іліп қоямыз, иә. Бас киімді жоғарыға қою керек, сол үшін шегеге болмаса киім ілгішке қойып қоямыз. Ал барыс септігіндегі сөздер төбеңе, шегеге деген сөз. Екеуінің айырмашылығы төбеңе ненің, яғни сенің төбеңе деген сияқты тәуелденіп тұр, ал шегеге сөзі тәуелсіз болып септеліп тұр. Және де төбеңе сөзінде барыс септігінің жалғауы не дегенге өзгеріп тұр, иә. Негізінде барыс септігі ға-ге деген сияқты жалғаулар жалғану керек. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақта 5 алуларыңа тілектеспін. Сабақ ұнаса лайк, комментарияны ұмытпаңдар балалар.